Қыздар, мен сіздерге бүгін мынау женский счастье туралы бір аңыз айтқым келеді. Мен жалпы өз кітап оқығанды қатты жақсы көремін. Қазіргі заманда кітап оқып отыруға уақыт жоқ, аудиокнигалар қойып қоямын. Сондай нені тыңдап жүріп, мен сіздерге бір аңыз оқып берейін. Ертеде бір жетім қыз болыпты. Ол өте мейірімді, жүрегі таза жан екен, бірақ тағдыр оған ауыр сынақ берген. Отбасынан айырылып жалғыз қалыпты. Қыздың бір ғана арманы бар екен, бақытты болу. Бір күні ол орманға барып, жапырақтардың арасынан аппақ гүлді көреді. Гүл қызға сыбырлап: мені жүрегіңмен күтсең, сенің өміріңе бақыт пен шаттық келеді дейді. Қыз гүлді үйіне апарып, бар ықыласымен күтеді. Шын мәнінде көп ұзамай оның өміріне жақсы адамдар, махаббат және шынайы бақыт келеді. Содан бері халық ол гүлді әйел бақыты деп атап кеткен екен дейді. Көрдіңіздер ме, осы гүл туралы аңыз шыққан екен. Бұл кішкене бір аңыздың бір какой-то бір проценті тура сияқты меніңше. Сол үшін женское счастье гүлін сіздер де күтіп, бақытқа кенеліңіздер. Біз жалпы қазақ ырымға сенгішпіз ғой. Осы гүлді жақсы күтіп, сіздер де бір жақсы махаббатпен шаттыққа кенеліңіздер дегім келеді. Ал тыңдағыларыңыз келсе, маған подписка жасаңыздар.